Mütevatir, мәшһүр. Бұл екеуінің үкімі, mütevatir мен мәшһүрдің үкімі, ол Құранның кейбір жерлерін, кейбір үкімдерін насх ете алады. Яғни Құранның дәрежесінде. Құранның бізге келуінде қалай үкім күмән болмаса, mütevatir мен мәшһүрдің келуінде де ешқандай үкім жоқ. Бұны қате түсінбеу үшін мына нәрсені түсіндіре кетейін. Құран мен сүннет, яғни хадис, екеуі негізі бір жерден, Аллахтың уахиімен келеді. Тек қана біреуіне уахи мәтлу, біреуіне уахи ғайр мәтлу деп ат берген. Яғни қырағат жасалатын, оқылатын, Құран ретінде оқылатын, және Құран ретінде оқылмайтын уахи деп екіге бөлген. Тағы да сонымен қатар пайғамбарымыз да не деген? Әла иннама утитул Құр'ана ва мислаху ма'a. Назар аударыңыздар, маған Құран берілді және Құран сияқты тағы бір дүние берілді. Яғни ол сүннет. Сол үшін mütevatir және ханафи ғұламалары mütevatir және мәшһүрді Құранның дәрежесінде көрген. Кейбір үкімдерді насх ететіндей, насх деген үкімін жоятындай дәрежеде деп санаған. Бірақ арадағы айырмашылық, mütevatir хабарды біреу инкар етсе, жоққа шығарса, ол иманнан шығады, иман шеңберінен шығады, ал мәшһүрді жоққа шығарған адам шықпайды. Пасық болады, дал болады, мүбтәди болады, бірақ иман шеңберінен шықпайды.